соңғы кездері тым қызғаншақ болып кеткен сияқты. Оның барлығы бір өзіңе байланысты. Екеуміз жүрмей жүрген кездері сенің ерніңнен сүйдің өзі маған бір қол жетпес арман еді. Ол арманым орындалды. Бірақ мына қызғаныш деген бәле күн сайын өсіп, миымды меңдеп барады. Сенің өзге жігітпен сөйлесіп тұрғаныңды көрсем, бір түрлі соған көңілің ауып кете ме деген қорқыныш туады. Тіпті құрбы қыздарың подружкаларынан қызғанамын. Иә? Өйткені олар мені жек көреді. Мына сені менен де бір керемет джентльмен сымақ жігітпен таныстырғысы келеді. Өйткені сен әлемдегі ең сұлу қыз. Тіпті мен оны айтқым да келмейді, қайталағым да келмейді. Бірақ мына ішім есі. Достарыма сенің қалай күлетініңді, қалай жүретініңді, екеуміздің қыдырғанымызды, сенің не дегеніңді, менің не деген барлығын түк қалдырмай айтып береді. Бірақ олар немқұрайды қарайды. Әлі оларға қызық емес пе? Қайдан қызық болсын? Егер сен әлемдегі ең сұлу қыз болсаң, сол жігіттердің барлығы саған ғашық болатын еді. Сол жігіттердің барлығы сен туралы тыңдайтын еді. Сол жігіттердің ішіндегі ең мықтысы саған қол жеткізетін еді. Айтпақшы, мен мықты жігітпін бе? Олай дей алмаймын. Ендеше бүгін анықтап тұр. Аймалап тұр. Сенің жүзіңе қарап. Міне жаңалық. Сен сұлу емес екенсің. Иә? Қазақтың көп қыздарындай қарапайым қара торы қыздардың бірі екенсің. Солай болғаны қандай жақсы. Сенің бойыңдағы сұлулықты мен ғана көрейін. Мен ғана білейін, мен ғана бағалайын. Сен сұлу емес. Тек менің сұлу.